Қош келдіңіздер. Көңілдеріңіз қалай? Жақсы ма? Ендеше төрлетіңіздер. Төрлетіңіздер, төр сіздердікі. Сіздерді көрмегелі, сіздермен жүздеспегелі біраз жылдың жүзі болып қалды. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Мына жерге отырыңыз. Мен осы жерде жүрейін. Сонымен Дәрбаевтар ансамблі соңғы кездер неге көрінбей кетті? Мына жерге отырсаңыз. Ренжімеңіз. Қандай мейіргез шығар. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Бәріне кім кінәлі? Карантин кінәлі ма? Кезінде деген сіздердің әндеріңізге елтіп біз өсіп едік. Сонымен енді қазір сұраныс қандай? Жақсы сұраныс. Таңғы көңіл күйлеріңіз жоқ па? Дәрбаевтар ансамблінің құрылғанына 30 жылдай болып қалған екен, е? Ансамбль құру алғаш кімнің ойына келді? Менің. Сіздің бе? Толықтай айтып берсеңіз. Мен өз негізі мынандай вокалдық аспапты ансамбльдің жетекшісі болып, өмір бойы 9 класстан бастап жүрген болатын. Сонда соңғы ансамбльді уже мен Әлия, мен інім Рахым және тағы бір інім Мұхит қосылып, сонымен негізі вокалды аспапты ансамбль толық отбасылық болып кетті. Негізі отбасы, бірақ біз оны отбасылық деп атаған жоқпыз. Ол кезде біздің немізге Шымкентте бағымызға орай отбасылық ансамбльдер конкурсы болды. Соған бір жыл дайындалып, гран-при, бірінші орын алдық қой. О, керемет. Содан кейін Дәрбаевтар ансамбль болып кеттік. Содан бері 30 жыл болды ғой, иә? Кезінде енді жас жұбайлар деген әндеріңіз хит болды. 80-90 жылдары кәдімгідей тойда ол ән айтылмаса, ол той қызықсыз өтетін еді бар ғой. Әлі де сонда. Сендерге әрдайым орын бар, Ағотау төріне қоныңдар. Бір осыны бір жастық шағымызды еске түсіріп осы әнді айтайықшы бәріміз. Осы әнді бірге айтып жүрейікші? Осы жерде жан дауыста болса. Сендерге әрдайым орын бар, Ағотау төріне қоныңдар, ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орын бар, Ағотау төріне қоныңдар, ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Ой, тамаша. Қандай тамаша. Қазірде тойға барсаңыздар, осы әнді сұрайтындар бар ма? Міндетті түрде бұл біздің төл құжатымыз осыны. Негізі енді қазір көп жағдайда тойдың әндері бұрмаланып кетті ғой негізі. Бұған деген көзқарастарыңыз қандай? Енді заманына сай шығар енді. Мүмкін шетелге еліктеп кеткендіктен шығар көбінесе жастарымыз, е? Көбінде тойларда билейтін әндер сұранады. Біздер мынандай жаңағы біздің әндеріміз көбінде лирикалық әндер болды. Сондықтан біз жаңағы концерт ретінде көрсетіп бірнеше әндерімізді орындап жүреміз. Жалпы жылдам әндерімізді көп негізі. Жылдам әндерімізді көп, бірақ көбінде жұрттардың қоятындары сол. Ендеше бүгінгі тақырыпқа байланысты, бүгінгі біздің тақырып әлі есімде. Алматыға алғаш келген кездеріңіз естеріңізде ме? Қалай болды? Естеріңіз болса. Бәрі қалай басталды Алматыға келгенде? Қиынға соққан жоқ па? Құшағын айқара ашты ма? 85 жыл келеміз. Қонаққа осы жақта Ибрагимнің бауыры тұратын. Кішкене жақынырақ сөзсеңіз. Бауыры тұратын еді. Соған Сәкен, мен, әкесі қонақ болып келгенбіз. Онда Мерет кішкентай үйде қалдырып кеткенбіз апаларынан. Мерет келді ғой. Мерет келген жоқ. Мен келді ма, келген жоқ па? Сөйтіп Алматыны әсем қала екенін сол кезде бірінші көрдік, алғаш көрдік. Сонымен қыдырып, қонақта болып, сөйтіп көңіл жайымыз көтеріліп қайтқан. Сол көңілімізде ойладым да, енді болашақта осы Алматыға қоныс аударсақ болады деген бір қызыққан жайым бар да. Онда біз Шымкентте тұратындығымыз. Енді балдар кейін Сәкен мектепке барды, одан кейін жеті келгеннен кейін. Сол алғашқы Алматы халқына, Алматы қаласына, Алматының өнерсүйер қауымына мыңда бір рахмет айтқым келеді. Неге десеңіздер, осы біз
Енді біз оңтүстікте сол Шымкенттің төңірегінде танымал болдық, ал былай енді республика көлеміне көп шыққан жоқпыз. Сондықтан ал енді мына біз Алматыға келгеннен кейін бірден бізді барлық телевидениялар, жаңағы Жанұзақ басқарған қазақ бөлімі СТВ-нің әсіресе сол көп насихаттау, бізді көп жаңа біздің нелерімізді, жұмыстарымызды көрсетіп, концерттерімізді, нелерімізді көрсетіп. Негізі былайша айтқанда Алматыға өте дән ризамыз біз. Біз жаңа шымкенттіктер сұрайды, қалай Алматы десе. Енді мен айтар едім, Алматыда интеллект жоғары. Жоғары интеллект. Қанша айтқанменен енді көпшіліктің орталығы, сондықтан біз өте ризамыз Алматыға. Алматыға келіп көп өзіміздің өнерімізді ашылды, концерттер қойдық бар. Елдер біліп жатыр қазір бәрін. Бақ, республикалық бақ осы жақта ғой көбісі. Енді кейін Астанаға көшіп жатты, енді бірақ Алматыда да солай болып қала береді. Енді бүгін біздің келген қонақтарымыз барлығы Алматыға алғаш келіп, бастарынан өткен қызықты оқиғалармен бөлісіп жатыр. Адастық деді, жаңағы неше түрлі өздерінің оқиғаларын айтып жатыр ғой, естіген боларсыздар. Енді сіздердің қандай тағы бір қызықты Алматыға келген кезде оқиғаларыңыз болды? Түрлеріңізге қарасам бір адасып қалған адамға ұқсайсыздар да, дайындалып, аплану келген сияқтысыздар да. Бір жолдас болған, сен қайерден үй алдың деді, звондап. Мен Алтын Ортаның төмен жағынан Көксай деген ауылдан алдым дедім. Ой, енді әзілдейсің. Ой, мен Алматының жоғары жағына тау жақтан алдым. Білесің ба деп өзінше мақтанды. Айналайын, мен өзім таудан қашып келген бұл жерде немесе қызықтырасың маған. Мен Қазығұрт тауының түбінде туып өскен, тау маған енді күнделікті көріп жүрген нәрсе. Айналайын, мен таудан қашып келген бұл жерге болды. Мына жоғары жақтағы Алматының жоғары жағы мен төмен жағын санасаң, бір ай не бар ғой андай разница. Айырмашылық. Суғаны, сығаны. Сондықтан мен оны тау жақтағы білемін. Сондықтан төмен жақта алқаным жақсы дедім де жаңағы жолдас бола ма. Өзім таудан шығып тауға барам ба дедіңіз ба сонда? Сіздерде қандай қызықты оқиғалар болды? Ой, маған қызық дегенде бұл үлкен қала болып саналды ғой. Мен алғашқы 2006 жылы көшіп келген болатын. Папа деген бұрынғы карта болатын, мынандай бір кішкентай ғана шағын карта, Алматының бүкіл барлық жаңа жерлері, атаулары бәрі. Осыны қойып алып машинаның алдына, менің капоттың алдына шашып жіберетін. Көнде де бар, кішкентай да бар. Есімде сол. Осыған қарап үйрен. Тау қая жақта, батыс жағы, шығыс жағы, оңтүстік, солтүстік деп. Сонымен үйренген болатын. Білем, прямо по Ташкентский деп нақты түсініп алған. Болды, одан кейін ары қарата. Негізі біз басқа қалаларға да барамыз гастрольмен. Сонда сол қаланың картасын сатып алатындықпыз. Ол кезде енді интернет жоқ, ештеңе жоқ. Киоскалардан. Аға, сіз ше, біз бұл кісімен осыдан бір жыл бұрын үлкен бір жобаға қатысқан болатынбыз. Отбасыңызбен келдіңіз, балаларыңызбен таныстым, келіншегіңізбен таныстым. Өте бір жоғары деңгейде өнер көрсетіп, қателеспесек? Толағай бағдарламасында. Нешінші орын алып деп? Гран-при деңіз. Енді екінші орын алып қалдық енді ол кезде. Мерейлі отбасына қатысыңыздар, қателеспесек. Енді Алматыға алғаш келген кезде бір қызықты оқиғаларыңызды айтып берсеңізші аға. Сол жаңағы 80 қай жылы келгенімізде есімде бары мынау орталық саябақ бар ғой. Сол жерде кірген кезде оң жақта үлкен гүлмен сурет салынған, Ленин атамыздың суреті салынған еді. Соны көріп таңғалғам. Майда гүлдермен әдемі болып. Сол есімде қалыпты. Одан кейін суретке түсетін кезде мен суретке түсті өзім ұнатпайтын адаммен. Кішкентай бала кезімнен сол суретке түспей қалғам. Сол сурет әлі бар үйде, бірақ сол суретте мен жоқпын. Енді өздеріңіздің қазіргі таңда шығармашылықтарыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай жақсы жаңалықтар күтеміз сіздерден? Енді сахнада жүргендеріңізге 30 жыл болып, есеп беру кешін бір бермейсіздер ме? Бұрын жоспарда болған еді енді. Кейін карантин болды, басқа болды. Сол себептерге байланысты. Негізінде бізден кейін енді үшінші буын дейді ғой, мынау баланың. Сол немерелеріміз концерттерге беріп жаттық. Біз карантиннің өзінде де тығылып берген күндеріміз болды. Ұзынағашқа қарай бұлай. Тығылып дейсіз ғой, немерелерімізбен
өлең айтады негізінде. Иә, кішкентай қазір 2,5 жасар немереміздің өзі әндетіп отырады. Әндетіп отырады. Өйткені ортада таңнан кешке шейін бізде үйде әнді кетсе, ешкім неғылмайды. Біреу ән айтпаса көңіл күйлеріңіз болмайды екен ғой да, иә? Жақсы, Дәрбаевтар ансамбліне хабарласқан көрермен бар екен, бір байланысқа шығып көрейік, иә? Алло. Қайырлы таң, саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Уағалейкум ассалам. Мынау қонақтарыңызға келіп отырған. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Ең үлгілі мына қонақтарыңыз. Мына ең үлгілі отбасы бұл деген. Үлгілі отбасы. Талай жерден өлеңдерін естідім, өлеңдерін жақсы көрем. Баяғыда романтикпен жазып алып, күнде тыңдайтынмын. Соның ішіндегі ең мықты өлеңдері. Айтқан сөзің оқ сияқты, жүрекке тиген шоқ сияқты деп. Үйдегі жеңгелеріммен қырылысып қалған кезде, сол өлеңді айтып отыр. Сізге айтайын дегенім. Сізге мына айтарым осы мына ансамбльдің бастығы отырған мұртты жігіт, керемет, Шымкенттің Жетісайдың ауылынан. Мен Шымкент қаласында жұмыс істегенмін, сондықтан да білем сіздерді жақсы. Яна балаңыз аузыңыздан түсіп қалғандай, барлығыңызға сіздерді тілден көзден. Біз қазақпыз, өте онда керемет адамбыз. Мына ішіміз тарлау болады. Сондықтан да әр уақытта осылай жүріп беріңдер. Мына қазіргі індеттен аман болыңдар. Рахмет, Аға, қазір осы әнді міндет түрде Таңқауыр бағдарламасында шырқайтын болады. Әндеріңізді қазір арнайсыздар, иә? Керемет. Сіздерде енді көрермендердің сағынып ыстық лебіздерін білдіріп жатыр ғой. Енді сіздерде біздің көрермендерге тілектеріңіз болса, бүгін Алматының туған күні. Мына елімізге, жалпы Алматы қаласына және бүкіл елімізге өркендеу тілеймін. Еліміз өркендеп өсе берсін. Бейбітшілік заманда өмір сүре берейік. Мынау індеттен ертерек айығып, Алла жаса қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заман келсін. Үлкен жақсылықтар.